Саламатсыздар ма, құрметті гүлсүйер қауым. Егер уақыттарыңыз болса, осы видеоны аяғына дейін көріңіздер. Осы гипеаструм гүлін мен қалай гүлдеткенім туралы шағын видео түсіретін боламын. Бұл гүлді мен былтырғы жылы алдым. Осылай гүлдеген жоқ, жаңадан бутон шығарып келе жатқан алдым. Үйге келіп осылай гүлдеп толық біткеннен кейін мен ыдысын ауыстырдым. Кішкентай ыдыспен келген. Мен ыдысын ауыстырдым. Топырағы универсальный грунтпен перлет араласқан топырақ. Сөйтіп жаз бойы терезенің алдында тұрды. Өте көп жапырақтар шығарды. Және жанынан кішкентай бір отростық шығарған болатын. Бірақ ол отростық мен құртып алдым. Бөліп отырғызам дегенде тамыры сынып кетіп, сонымен ол өспей қалды. Сонымен жаз бойы солай тұрды. Сосын күздің октябрь айында мен жапырақтарын кесіп тастадым. Жапырақтарын кесіп тастап, салқындау жерге қойдым. Терезеге салқындау жерге. Салқындау бөлменің терезесіне қойдым. Содан кейін ол қыс бойы тұрды. Жапырақ ашқан жоқ, мүлдем жапырақ ашқан жоқ. Содан январьда күн түсетін жылылау терезеге ауыстырдым. Сонымен февральға шейін ол тұрды. Февральда жайлап өзі кішкентай жапырақ шығара бастады. Сол кезде жапырақ шығарған кезде мен гүлдейтін гүлдерге арналған удобрение құйдым. Соны 2 рет құйдым. Февральдың басында 1 рет және аяғына қарай 1 рет құйдым. Сонымен марттың басында, бұл марттың басы или ортасына қарай 8 мартқа гүлдеп үлгермеді. Негізі көбінесе 8 мартта гүлдеп атады. Бұл гүл бірақ ол кезде жаңағы гүл бутонын шығарып бастаған болатын. Бүгін апрельдің 9-ы. Мына осылай гүлдеп тұр. Бұл гипеаструм гүлі, бірнеше түсі бар. Менде мынау қабат қой. Сол қабат емес түрлері бар. Әр түрлі түсті гүлдер. Жылына осылай 1 рет ашса да өте әдемі. Сол 1 жыл күтуге тұрарлықтай әдемілік.